Ибрахим ата, Қожа Ахмет Яссауидің әкесі. Ол халық арасында дінге берік, әділ және тақуа адам ретінде танымал болған. 11 ғасырда Сайрам қаласы рухани ілімнің орталығы болды. Онда көптеген ұстаздар мен ғалымдар өмір сүрген. Ибрахим ата солардың бірі еді. Ол жастайынан халықтың құрметіне ие болып, рухани ұстаз, тақуа атанған. Халық арасында оның шыншылдығы мен әділдігі туралы аңыздар көп. Ибрахим ата мұқтаждарға қол ұшын беріп, көптеген шәкірт тәрбиелеген. Қожа Ахмет Яссауидің рухани ілімге деген қызығушылығы отбасынан басталады. Ибрахим ата мен оның жұбайы Қарашаш ана ұлына имандылықты, тәрбие мен адамгершілікті кішкентайынан сіңірген. Ибрахим ата Түркістан маңында жерленді. Бастапқы кесене 16 және 17 ғасырларда салынған, бірақ уақыт өте тозып қирады.